арасындағы Терре алаңқайына менімен бірге барып көріңіздер. Президент саябағының алдынан 211 автобусқа отырып, Алма-Арасан шатқалынан түсіп, серуенге арналған жолмен соңына дейін жүріп отырамыз. Соңғы баспалдақтан көтерілгенде 2 жол болады. Біз оңға қарай бұрыламыз да Терре алаңына арналған жол картасына бір көз жүгіртіп аламыз. Алдымыздан бойжеткен көз жасы деген кішігірім сарқырама шығады. Одан әрі осы жол белгісіне келгенде 2 жол болады. Біреуі орманның ішімен, оң жақтағысы өзеннің бойымен жүретін жол. Өзім осы өзеннің бойымен жүретін жолмен жүремін. Өйткені Терре алаңқайына бару 6,5 километрді құрайды, әрі осы жолмен жүру біріншісіне қарағанда жеңілдеу келеді. Жолдың бойы тұнып тұрған әсем сұлулық, тамсанып нәр алып жүріп отырасыз. Осы мен жүрген бағытпен жүретін болсаңыз, әрдайым бағытты оң жақтағы жолға қойыңыз. Жол бойы бағытты көрсететін белгілер шығып тұрады, немесе міндетті түрде жолыңызда адам кезігіп тұрады. Табиғатқа шыққанда бірнеше нұсқаулықты ескеріңіз. Орманды таулы аймақ болғандықтан сол жердің мекен ететін жануарының мазасын алмауы керек. Яғни музыканы даңғырлатып, елдің тыныштығын бұзбаңыз. Және де ешқандай қоқыс тастамау керек. Қоқыс үшін деп арнайы пакет салып алыңыз. Жол бойы қоқысыңызды соған салып жүресіз. Табиғат бізге аманат. Таудың баурайында қалдырған әрбір қоқыс оның сұлулығына ғана емес, табиғат үйлесімін де бұзады. Кейде табиғаттан алған әсерімізді өзіміздің әрекетімізбен көлеңкелеп жатамыз. Ал шын мәнінде тауға барған адам артында тек ізін қалдырып, өзімен бірге тек естелігін алып қайтқаны дұрыс. Табиғаттың сұлулығын бағалайтын адам оның тазалығына да жауапкершілікпен қарайды.